Жастарға айтам, мешіт салам мен медресе салам, мен елге жақсылық жасайм, мен жол салам, мен көпір салам деген арманды айтқыза беру керек. Балаларға кім боларсың десе қатын алам деп айтқыздырмау керек. Мен мешіт салам деп айт. Жоқ болса үйретсен соны, мешіт салам деп айт. Ауыздан айта берсін, мен мешіт салатын боламын, мешіт. А мешітті кім салады? Аллаға жаққан адам салады. Алла жаққан адам кім болады? Оның қолы бай болады. Ол кім болады? Оның жүрегінде байлық болады. Алла кімге салдырады? Берекелі адамға салдырады. Кімге салдырады? Құдай жақсы көрген адамға салдырады. Кімге салдырады? Ата-анасын сыйлағанға салдырады. Ешқашан бала әке шешесін ұрып барып мешіт саламайды. Арақ ішіп жүріп мешіт саламайсыз. Мен айтайын сонда. Неге? Өйткені Алла мынаменен мынаны бір жерге байламайды ешқашан. Сол үшін балалар кезінен балаларыңызға айтсын, мен мешіт салам деп нетсін. Айтса адам арманы көп қой, мынау болсын, академик, министр, бай. Жоқ, бірақ мақсат қойсыншы. Мен мешіт салушы болам десін. Бол. Мешітті тек қана Аллаға сүйген, бай, бақуатты, дәулетті, сыйлы, ақылды, дана, ғұлама, тұқымы жарыған, өзі жарыған, дүниесі мен қияметі тең болған адам ғана салады. Сондықтан мен салам деген сөзді айтқыздырмын.